армысыздар ма деп айтып түрім кейпімді көріпсіздер ғой, иә? Яғни мен кімнің кейпінде тұрмын? Әже. Мен кімнің әжесімін? Мен сендердің әжелерімін, иә? Менің немерелерім кімдер? Сендерсіңдер, иә? Сондықтан бүгін математика сабағын мен сендермен құрақ құрау әдісімен бастағым келіп тұрмын. Жақсы ма? Ұнай ма? Ұнайды, иә? Бәрінің алдарында не тұр? Төсеніш тұр, иә? Біреудің төсеніші біреудікі сары деген сияқты, иә? Енді мына жерде мынандай фигуралар бар. Қараңызшы балдар, мынандай фигуралар бар. Қазір мен фигураларды таратамын қолымда, көрінді ме? Мына фигураның материалы қандай? Сосын осы материалдан қалай қылып құрауға болады? Қандай құрақ құрауға болады? Вообще құрақ құрау деген не екенін мен түсіндірейін сіздерге. Балаларға қараңдар, менің алдымда менің шығымдарым, яғни қалдықтарым жатыр, иә? Енді құрақ құрау не үшін керек? Қазақта өзі дәстүр бар, балалар. Әжелердің өзінің ниеті дұрыс, иә? Әжелер өзінің немересінің осы шаңырағын сақтап қалу үшін оларға осындай қалдықтардан құрақ құрайды екен. Себебі осы шашау шықпасын деген ниетпен, иә? Шашау шықпасын, ешқандай қалдық қалмасын деп, бәрі құралып тұрсын деп. Егер де осы құрақ құралған отбасы болатын болса, отбасы мықты болады екен, иә? Сондықтан мені қараңдар, қазір мен сіздерге мынандай фигураларды таратамын. Сол фигуралар бойынша сіздер қазір өздеріңіз құрақ құрайсыздар, жақсы ма? Құрақ құрайсыздар. Ал енді сіздерге мынандай фигура бердім. Міне, неге бергенімді көресің ғой, иә? Ал сіздерге мынандай фигура беремін, мынандай фигура. Ал енді біреулерге мынандай фигура беремін. Қараңдар, міне. Алдар, міне. Мынандай фигура бердім. Иә? Енді фигураларын көресің, қандай фигуралар бар алдарында? Міне, біреулерге мынандай фигуралар бердім. Міне. Көрдіңдер балалар? Енді осы фигуралардан сіздер құрақ құрайсыздар. Е? Құрақтың түрлері бар, балалар. Қандай түрлері бар? Міне, сіздерге мына фигураны бердім, е? Жарай ма? Енді осыдан құрақ құрайсыңдар. Қалай дейсіңдер бұл? Жұлдыз құрақ деген құрақ бар, оқушылар. Қараңыз, жұлдыз құрақ деген құрақ бар. Шақпақ құрақ деген құрақ бар. Шақпақ құрақ, е? Шақпақ құрақ деген мынандай міне, шахмат сияқты не? Балалар, міне, өзінің суретін қалдырып, міне, өзінің суреті, міне, дәл суретін салғасында, міне, шақпақ, міне, мынаны қойдым, мынаны қойдым. Былай қойдым, міне, былай қойдым, ә? Күшті болды ма? Міне, неге ұқсайды мынау? Яғни шахматтың тақтасына ұқсайтын құрақ бар осындай. Солай ма? Міне, осындай құрақ құраңдар сіздер. Міне, өздеріңіз. Ал сіздерге қандай құрақ? Сіздерде сондай құрақ құрауға болады, шақпақ құрақты. Мынаны қоя тұр, мынаны бүкіп бүйтуге болады. Мынаны бүйтіп, екі жағына міне былай-былай құрауға болады. Міне, былай, былай құрауға болады. Бір ме? Міне, осылай құрауға болады. Бұл да бір құрақтың бір түрі, е? Міне. Ал сендерде қандай құрақ? Сендерде қалай? Міне. Кел, өте жақсы. Енді ортасына бір ромбик құрастырып жіберіңдер. Ромбик деген міне, былай, сосын міне. Сонда қандай құрақ шықты? Күшті құрақ шықты ма? Мына жағына етсіңдер, мынаны құрасыңдар болады. Саймасай болу керек. Мынаны құрасыңдар, мынаны құрасыңдар. Керемет па? Енді оған не түсті? Мынандай қойып болады. Мынандай қойып шетіне, былай. Мынаны енді, міне, күшті болды ма? Міне, суретке түсіп. Қайсыңдар? Ол жұлдыз құрақ болып кетті ма? Міне ма? Енді мынаны шақпақ құрақ, е? Шақпақ құрақ. Мына материал қараңдаршы, мына материал қандай? Киіз ғой, е? Айтшы? Киіз, материал киіз, е? Ал мынаның материалы қандай? Мыналардың материалы қандай? Олардың материалы тетра. Не дейді балалар? Тетра. Еще фигурасы қандай? Мыналардың үш бұрышты, е? Олардікі не? Киізден жасалған? Не? Енді қара. Мынаның ішінде үш бұрышты
Бірақ мынаның ішінде киізден жасалғандар да бар ма? Иә. Бар. Енді қара. Егер жиын құратын болсақ қалай болады? Жиын құрайтын болсақ. Міне. Солай ма? Мынау әрі киіз, әрі үшбұрыш мыналарға да сәйкес болып кетеді, иә? Ал мына тетралар бір бөлек өз алдына болады. Көрдіңдер ма? Әрі мынау, міне, ортақ. Мынау жиын, міне, Вен диаграммасы деп аталады. Не деп аталады? Вен диаграммасы. Яғни, мына жиынға да саяды, мына жиынға да саяды, ортасында тұратын міне мыналар екен, е? Солай ма? Мынағанда кіреді, екеуіне де кіреді, міне қара. Түсіндіргенімді қарап жүрші, міне. Мына жиын, тетралар жиыны, мына жиын, киіздер жиыны. Енді мына ортадағы мынау әрі киіз, әрі үшбұрышты фигура. Мына жиынға да сәйкес келеді, мына жиынға да сәйкес келеді, е? Солай ма балалар? Сонда бұл ортақсы Вен диаграммасы деген болады, е? Енді кітаптарымды қараңдар, дәл сондай есеп бар.